Сәлем достар, унсыз жасалатын өте дәмді ауызда еритін десерттің рецептімен сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте сочный әрі дәмді болып шығады. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Миксердің көмегімен, немесе блендердің көмегімен, немесе венчиктің көмегімен өз еріктеріңіз барлығын араластырып, аппақ пена болғанға дейін араластырасыздар. Үстіне 100-150 грамм қантты ақырындап салып отырып, араластырып отырасыздар. Бізде осындай пена шығуы тиіс. Осының үстіне 45 грамм какао, жарты шай қасық разрыхлительді електен өткіземіз. Енді лопаточканың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз, астыдан үстіне қарата. Бізде бұл жерде какаомыз толық қамырмен бірге барлығы араласып, біркелкі масса шығу керек. Осылай үлпілдек болып, пышный болып шығады. Енді противинге барлығын құямыз. Тезірек пісу үшін тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 4-5 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Осылай пісіп шығады. Енді кремін дайындаймыз. 250 грамм творог, бірнеше ас қасық қаймақ. Менің қолданғаным 20%. Дәміне қарай қант қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде 80 грамм қант қостым. Барлығын блендермен ұсақтап шығамыз. Кез келген жемісті қолдансаңыз да болады, қолданбасаңыз да болады. Менде үйде осындай банан бар екен. Текке лақтырмас үшін жақсы жерлерін алып ұсақтап турап алдым. Бисквитіміз суыды. Енді трайфлдарымызды құрай берсек болады. Алдымен ыдысымызды дайындап аламыз. Дайын кремімізді бірінші ең астына бірнеше қасықтан құйып шығамыз. Бисквитімізді үзіп-үзіп саламыз. Құрғақ болып қалмас үшін бисквиттің үстіне де крем салдым. Тағы да 1-2 қасықтан салып шығасыздар. Ұсақталып туралған бананымызды салдым. Шоколадный бисквитпен банан өте жақсы үйлеседі. Сол үшін де бананмен жасасаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Барлық заттарымызды орналастырып шыққаннан кейін ең бетіне барлық кремді бөліп сала саламын. Енді лопатканың көмегімен барлығын тегістеп шығамын. Үстіне әдемілік үшін какаоны септім.
осылай бізде трайфлдарымыз шықты. Өте дәмді әрі нәзік, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.